Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі оп-оңай жасалатын десерттің рецептін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз 500 грамм сүтті ыдысымызға құйып аламыз. Сосын оның үстіне бір жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Сосын қантымызды салып, барлығын жақсылап ерітіп араластыратын боламыз. Сосын оның үстіне аз-аздан ұнды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Оттың астын өте төмен етіп жағатын боламыз. Міндетті түрде тоқтаусыз араластырамыз. Өйткені бізде асты күйіп кетуі мүмкін. Міне бізде осындай қою масса шығады. Енді оған біз кішкене ғана сары майды саламыз. Ал енді біздің дайын болған массамызды осындай бір ыдысқа салып суытатын боламыз. Енді қантымызды алып, 50 граммдай қантты, 30-50 граммдай қантты алып, табаға жақсылап осылай қуырамыз. Біздің осылай қантымыздың суы шығып, қараятын болады. Енді оған біз кішкене аз-аздан сүтімізді құйып отырып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің қантымыз толықтай еріп, алтын түске енетін болады. Міне бізде осындай масса шықты. Енді оны алып, жаңағы біздің суытып қойған десерттің үстіне құйып жіберетін боламыз. Енді оны алып, біз тоңазытқышта 2-3 сағат ұстаймыз. Міне біздің десерт осылай дәмді болып шығады. Жеп көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі пайдалы.